Ассалаумағалейкум. Түгел лайф YouTube арнасының көрермендері. Қайырлы күн, қайырлы түн, қайырлы таң, қай уақытта қарап отырсаңыз соған айтарсыз. Бүгін біздерде ерекше шығарылым болғалы тұр. Ерекшесі сол, бұнда бір жас балаларымыз келді, жас бапкеріміз келді. Қандай бапкер? Жәнібек ауданынан келіп тұр. Супер Новус Жәнібек командасының бапкері Аманжол Есенов. Және ойыншылар 2012 жылғы ойыншылар Есімжан Есімғали және Тұяқ Алихан. Дұрыс па? Жалпы Супер Новус шыны керек біздің облыста жалғыз команда. Оның бар екенінде көп адам біліңкіремейді. Онымен мойындау керек. Аманжол енді Дастан Абдірешев ағамыз бар. Соның бастамасымен құрылған клуб қой. Команда ғой негізі, иә. Қай жылы, қашан, неге олай, кіммен құрылды, не себепті ол Жәнібекті таңдады. Соның барлығын білетін болсаңыз айтып өтсе болады. Ассалаумағалейкум. Бұл Супер Новус жобасы осыдан 2 жыл бұрын ашылған болатын. Жәнібек ауданында, Жәнібек ауылында. Жаңа Абдірешев Дастан Қаршығалы спорттық сайтта отырып, осындай жобаны көреді, конкурсты, және соған қатысам деп шешім қабылдап, соған қатысам деп ұсыныс тастайды, және 3 айдан кейін ол ұсынысты қарап, жаңа Супер Новустың басшылары қабылдап, Жәнібек ауданында ашатын болып шешті. Бұл қазір Супер Новус Индрайв жобасы Қазақстан бойынша 14-ке жетті. 14-ке жетті. 2 жылдың ішінде 14 несі бар? Филиалы дейді. Сол Батыс Қазақстан облысында тек қана бізде Жәнібек ауданында. Жалпы Супер Новус. Оған дейін де Жәнібекте футбол болды ғой, оның несін жасырамыз. Балалар жаттығып жүрді. Супер Новус ашылғанға дейінгі балалардың жаттығуымен Супер Новус ашылғаннан кейін алға жылжу бар ма, әлде артқа кету бар ма, қалай жалпы? Әрине көп пайдасы тиіп жатыр, көп алға жылжып жатыр. Себептері де бар. Себебі бұл Супер Новус жобасы бізге толықтай жаттығуға керек нәрселердің барлығын алып береді. Доп, фишка керек па, және де форма, бүкіл бала форма, керек нәрселер, даже деген залдың, мысалы спорт залдың аренасында төлеп беруге дайын, егер сондай мүмкіндік болса. Өте қатты көмек тиіп жатыр. Себебі деген көп үлкен жарыстарға шығуға көп септігін тигізіп жатыр. Біздер осы кезге дейін Супер Новус болмаған кезде тек Оралмен шектеліп қалып жүрдік қой, жарыстар. Оралға барамыз, қайтамыз. Бұл Супер Новус ашылғаннан кейін қазір Көкшетау, Алматы, Қарағанды көптеген қалаларға жарысқа барып, жүлделі орындармен оралып жатқан жағдайымыз бар. Сонда Супер Новус Арсен Томский ғой, Индрайв. Бұл жерде реклама үшін емес, анықтама үшін айтып отырмын. Сонда Арсен Томский Супер Новус жобасының қатысушылары Жәнібек ауданының барлық балаларды қолдап отыр. Неше топ бар? Бізде 9 топ бар. 160 баладай барлығы жаттығу жасайды. 9 топ. 9 топтың барлығына қажетті доп, фишка, конус, форма, сетка, воротның сеткасын қажет болған кезде мына қысты күні спорт залдың аренасын төлеп береді. Сосын Көкшетауға бардық деп жатсыз, Алматы, басқа жаққа барып қоятсыздар. Оны да төлей ме жолдың? Онда ұшаққа, пойызға болсын, ұшаққа қайда билет бар, соған төлеп береді бүкіл іс-сапар шығындарын. Оның сосын несін тапсырасыздар да? Несін есебін тапсырасыздар. Есебін міндетті түрде тапсырамыз. Олар нелерді өздері алып береді, жалпы билетті, жататын жерін бәрін келісіп, өзге үлкен қалаларға барғанда қолымызға ақша бермейді. Өздері келісіп, жылдам өздері шешіп тастайды. Жақсы ғой, бұл сонда сіздер гостиница қайдан табам, билет қайдан табам, қай жерге тоқтаймын деп алаңдамайсыз. Сіздердің ойларыңыз тек қана балаларды жеткізу сол жерге.
сосын жарысты жарысқа ешкіммен дайындаламыз, басқа ешқандай сұрақтар мазаламайды ғой, содан басқа бізге. Тек балалардың дайындығы. тек барып келгеніңізді растап отырсаңыз болды. Енді балаларды сөзге тартайық. Есімжан, Алихан, неше жыл болды, қай жылғысыздар, қашаннан бері футболмен айналысып жүрсіздер? Ассалаумағалейкум бәріне. Мен Есімғали Есімжан, жасым 12-де, 2012 жылғымын. Мен ең бірінші осы Жәнібек ауданына барған себебім, ол кезде біздің ауылда футбол болған жоқ. Жәнібек ауданға барып жаттығу жасап жүрдім. Ол 2017 жылғы кезде. Сонда сен 5 жасыңда 5 жасында Қамыстыдан Жәнібекке келдің. Қамыстыға Жәнібекке барып жүрдім. Яғни арасы 50 километр шақырым. Яғни айтқанда оқу күндері бармаймын, тек демалыс күндері барам, қайтып келем. Оқу күндері сабақтарымды оқып, яғни соңғы жұма күні сабақ біткен соң, яғни көлік іздеймін Жәнібекке, сол Жәнібекке барып жаттығу жасап, қайтып ауылыма қайтып келем. Сенбі жексенбі Жәнібекке жаттығу жасайсың. Жұма күні түс қайта шығып Қайта кетеміз. Солай келем. жаттығу жасап жүргеннен қанша жыл өтті? Мен 2017 жылдан бері солай жасап жүрмін, яғни айтқанда 6 жылда. 6 жыл болды. 5-6 жыл болды. Алихан, сен Жәнібекте тұрасың? Ассалаумағалейкум. Менің атым Тұяқ Алихан, 2012 жылғымын, жасым 12-де. Футболға қатысып жүргеніме 3 жыл жақын. Қалай жаттығулар қалай жалпы? Қиын емес пе? Қиындары да жеңілдері де от арасында. Жаттығу мен үшін өте қиын. Кейбір кезде оңайлар да, кейбір кезде қиындар да болады, бірақ біз соған, яғни Футболшыларға дайынсыңдар. футболшыларға дайынбыз. Осы кезге дейін қанша қалаға бардыңдар? Қандай жарыстарға қатыстыңдар? Осы кезге дейін біршама қалаларға біз бардық, және осы Супернос Интраев ашылғаннан кейін біз көп қалаларға бардық деп айта аламын. Және жарыстарға да барып, жүлделі орындармен қайтып келеміз. Қай қала ұнады саған? Қарағанды. Қарағанда нешінші орын алдыңдар? 1. Ең қиын болған жарыс қандай сіздерде? Мен үшін ол Қарағанды қаласы, себебі біз онда астаналық Арыс командасымен өте қиын ойын болды, бірақ біз сол ойынға соңына дейін күресіп, 3-2 есебімен, яғни ұтылып жатырып, камбэк жасап, группадан шығып, және сол командамен қайттан финалда кездесіп, финалда ұтып, чемпион болып, Жәнібекке оралдық. Қалай сізде мұғалімдеріңіз, ата-аналарыңыз футболға барма, сен не істейсің? Тонау Қамыстыдан Жәнібекке барып, қысты күні, жазды күні, күннің ыстық суығында барып жүрсің, не істейсің? Көлік іздеп қиналамыз деп айтпай ма соны? Жоқ, ата-анам менің ата-анам дейтін менің әр істеген зәтімді қолдайды, яғни айтқанда ісіммен бірге көмектеседі, және мен ісімді қолдайды. Алихан, сағаншы? Менде көп жарыстардан орын алып жүріп, соған бәріне қуанып, бәріне рұқсат береді. Бәрінде рұқсат береді екен деп сен. Мына жерде айта кететін жайт, ата-аналарға үлкен алғыс, себебі деген балдарын маған толықтай сеніп тапсырады. Оларға не істесең де өзің білесің, қайда алып барсаң да өзің білесің деген сияқты. Сол себепті ата-аналарға көп алғыс айтамын. Осындай сенім білдіріп, соның арқасында ойлаймын, осындай көп жетістікке жетуде бір себептердің бірі. Себебі олар толықтай сенгесін, балдарды сенеді, жақсы қарым-қатынаста, команда болсын жақсы қарым-қатынаста болу керек, ең бірінші. Солай тек қана жетістікке жетеміз бұйырса. Айта кететін жайт, бұл Есімжанның әкесі шешесі неде үлкен рахмет, осындай баласын 50 шақырым жерден жаттығуға жібереді. Қыс болсын, жаз болсын, жаңбыр болсын, боран болсын, қайда болса да қолдау білдіріп, қайда жүрсек те осы балаларын ойлап, бізді ойлап, тақымдарын қысып үйде күтіп отырады. Жеңіспен тек сол үшін көп рахмет, ата-аналарға алғысымызды білдіреміз. Ата-аналардан бөлек енді естіп жүрік қой, мысалы 2 жыл бұрын
ол кезде искра болып ашылды ғой. Ең бірінші искра. Искра Индрайвер бар, жасыл формулар болды. Искра. Солай ашылды. Мен енді облыстық газетте жұмыс істеймін. Маған ақпарат келіп түсті сіздің ауданның газетінен. Осындай Жәнібекте Арсен Томскийдің қолдауымен осындай жоба қолға алынып жатыр. Енді ауылдың балдары жаттығатын болады деген бағытта ақпарат түсті. Шыны керек, оқып шықтым, өңдейсің. Газетке бердім. Шыққан қазір есімде жоқ, бірақ шыны керек, мен дәл осылай 2 жылдың ішінде, мысалы, сол кездегі Искран, қазіргі Суперновостың балалары дәл осындай жетістікке жетеді дегенге мен сенген жоқпын. Өйткені қаншама жоба деп айқайлап тұрып ашады, бірақ ақыр соңына жетпей қалады да. Жоғалып кетеді, жоқ болып кетеді. Сондай бір жобалардың біреуі болар деп ойладым да, қатты мән бере қойған жоқпын. И сол жоба айтып болған газет апта өтіп кетеді ғой. Апта өтпей жатып, ол кезде неге бар сияқты ғой. Волгоградқа барып келдіңдер, бірінші жарыстардың бірі Волгоград па? Қыста Волгоградқа барып та бірінші орын алып келдіңдер. 2 жас ерекшелік. 2010-дар, 2012-лер. Қарадым да, мына өткендегі балалар ғой деп. Енді содан кейін бақылай бастадым. Одан кейін Астана, Қарағанды, Көкшетау. Сосын тағы 2-3 қала барып кетті. Бақылап жүрмін. Содан кейін өткендегі Зерендедегі 2 команда 2012 мен 2014-тер ғой да. 104 гол соғып тек қана 4 гол жіберді, мәссаған. Одан бөлек Кака келіп кетті. Значит, жобаның болашағы бар болып тұр ғой деп қатты бақылай бастадым. Содан кейін енді көріп отырық, балдар алдымызда. Мына формуланы алып бердім. Кім ба? Арсен Томский ма? Жоқ, ауылдың кәсіпкерлері, азаматтары қаржы жинап беріп, осындай тарту еткен. Спорттық киім жарысқа барғанда бірдей болып жүрсін деп. Ауылдың кәсіпкерлері, азаматтары. Значит, оларда балалардың болашағын алаңдайды деп тұрмыз. Бізде ауылда Жәнібек аудандық футбол федерациясының президенті, төрағасы бар, Валиев Жандос Амангелдіұлы деген, сол кісімен әрқашанда байланыстамыз. Бірдеме жарысқа баратын кезде демеуші іздесек те, формаға да осындай сол кісі әрдайым қол ұшын созып көмектесіп тұрады. Ол кісіге де үлкен рахмет айтамыз. Осылай балдарымызға қолдау көрсетіп, біздерге де қолдау көрсетіп, әлі қай жылдан бері 2012 жылдан бастап сол кісі бастаған сияқты футбол федерациясының төрағасы болып, содан бастап үлкен балдардан бастап бізден Палас қаласына чемпионатқа қатысып жүрдік. Сол кезден бастап үлкендерге демеу көрсетті, бірінші үлкен кісілерге, біздерге қатысып жүрген чемпионаттарға. Содан бастап та уже қазір балаларға көп көңіл аудара бастады. Сондай ауылдың азаматтары бар. Сіздер жалпы жарысқа барасыңдар, жарыстан келесіздер, сіздерді қалай қарсылайды, ата-аналар қалай қарсылайды, сыныптастарың қалай қарсылайды? Жалпы Жәнібектегі футбол жанкүйерлері бар, ағаларыңыз отыр, федерацияның президенті деген. Олар қалай қарсылайды? Сіздерге жалпы қандай көңіл бөлінеді? Айтып жібересіздер ме? Үстіңіздегі алып берген мына формаларыңды да жергілікті кәсіпкерлер мен азаматтар алып берген нәрсе деп отыр. Бізді жақсы көңіл күйде қарсылайды. Біз чемпион болсақ, олар да бізбен бірге қуанады. Біз жеңіліп мұнды болсақ, олар да бізді қолдап, керісінше жазады. Айтқанда жарыстарын әлі чемпион боласыңдар деп, алда соларын көп деп айтып, бізді қолдайды. Және чемпион болғанда бізді жақсы қарсылайды. Үлкен ағаларымызға да рахмет, осы кипаны алып беріп отқанына жарысқа. Және бізге демеушілік еткен ағаларымызға рахмет айтамыз. Көп ата-аналарда біз жеңілсек те жеңілсек те алдымыздан шығып құттықтап мотивация береді. Осы жетістікке жетіп отқанымызда жеткендеріміздің бәрі де осы ата-аналарымыздың арқасы. Өткенде көктемде, апрельде ғой, Кака келіп кететін ұлттық құраманың бас бапкері футзалдан. Каканың жаттығулары ерекше ме, әлде Аманжол ағайлардың жаттығулары? Какадан не үйрендіңдер, ол не үйретті сіздерге?
айтып жибере аласыздар ма? Бізге Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері келді, яғни Кака келгенде оның жаттығу яғни басқа деңгейде ерекше. Ол бізге яғни доптан, яғни айтқанда бір сөз есімде қалды мен. Егер доптан айырылып қалсаң, ол доптан айырылып қалдың деген сөз кеш емес. Сен оған егер қайттан жүгіріп барып допқа таласып допты тартып алды, яғни переключаться етсең, онда сен үлгердің деп айтады. Сондықтан да біз доптан яғни айырылып қалған жағдайда біз күтіп қарап тұрмаймыз, яғни сразу допты тартып алуға тырысамыз. Сен қай позицияда ойнайсың? Мен қорғаушы. Сол сөз есіңде қалды ма Каканың? Яғни Иә. доптан айырылып қалған кеш емес, допқа жетіп алған жағдайда деді ма сонда? Алихан, саған Какаға не айтты? Какан сол сөзде мен есімде бар. Сосын Какан тренировкалары Аманжол айткеннен ерекше болды басқа тренировкалар. Біз істемеген тренировкаларды істетті. Жалпы Кака келген кезде ол неге себепті Жәнібек таңдап тұр? Әлде бұл осы 2 жылдық ішіндегі сіздердің жетістіктеріңізге қарай таңдаған ба? Кака деген қазіргі кезде Суперновос жобасының амбассадоры болып тағайындалды. Сол себепті бұл кісі қазір 14 филиал бар, соны аралап шығу керек екен негізі. Бірақ ең бірінші біздің Жәнібек ауылын таңдаған себебі алыс болғаннан бірінші, екінші жаңа жетістіктерге байланысты. Бұл айтқан ғой, таңдаған кезде жақын жерлерге барып үлгереміз, әрқашан қасымызда ғой. Ең бастысы, ең бірінші шалғай жатқан ауылдарға барып көмектесейік, оларға қиын деген сияқты, соларға ең бірінші бару керек деп солай таңдап келді Жәнібек ауылына. Жалпы бір күндік тренировка Какамен өткізу мысалы керек. Футзалда жүрсің ғой енді өзінде. Арман ғой мысалы ойнап жүрген балаға. Сіздерге қалай бапкерлік штаб қалай қабылдады оның жаттығуларын? Бізге келет дегеннен бастап дайындалдық. Қалай болады екен деп бәрін сұрастырып қарсылап алдық, жақсылап қарсылап алып, қонақжайлығымызды көрсетіп, мұражайларға апарып, ауылдың ішін көрсетіп, тарихи нәрселерді көрсетіп, соғыс кезінен қалған. Оған өте қатты ұнады. Жаттығу жағына келетін болсақ, біздер көп нәрсе үйрендік. Себебі деген қазір футзал деген бір орында тұрмайды, спорт деген алға жылжи береді. Біздер былай ғой, мысалы ауылда жаттығу жасалғанда, дене қыздырғанда біздер балаларды қалай істейміз, аламыз да 10 круг жүгіртіп қоямыз. 10 круг жүгіреміз дейміз де, қарап отырамыз ғой, басқа нәрсе істеп. Какада басқаша жаңа доппен жасайды да, дене қыздыру разминкасын доп қосып, құр жүгіртпейді да. Біздер көбінесе құр жүгіртіп жүрдік қой 8-ге дейін. Соны түсіндік, көп нәрсе берді. Доппен көп баланың аяғынан допты айырмау керек екенін түсіндірді. Разминка болсын, подготовительный часть болсын, основная часть болсын, бүкіл жерде доппен. Себебі қазір допсыз бала жаттықса, оған көп уақыт керек болады техника жағынан жетілдіруге. Сол себепті бүкіл жағдайда допты қосады бүкіл жаттығуына. Ана бапкерлік енді тапқан жаттығу бөлек, енді звездовать етпей ме екен? Жоқ, өте қарапайым, қанша жерден жұлдыз деп айтамыз ғой, бірақ өте қарапайым жігіт. Қанша сағат әңгіме соқтық, бүкіл нәрсесін айтты. Қалай қарайды, қазақтарды қалай жақсы көреді, қалай қарсылап алған. Өте қарапайым, сондай жігіт. Енді содан кейін одан газетке сұхбат бергенде де айтты ғой, мен қазақ елінде біраз табысқа жеттім. Енді ол елдің балдары да табысқа жеткен қалайым деп. Сосын Суперновостың тағы бір ерекшелігі, бапкерлерге де ерекше көңіл бөледі да. Сіздерге оқыту, семинарлар бірдеңелер болып тұра ма? Бізде жыл сайын оқу семинарлар өткізеді. Ана жылы қазан айында Алматы қаласында Қайрат футбол клубының базасында өткізді 3 күндік семинар.
атақты жаттықтырушылар келіп жаңа семинар өткізді бізге 3 күн. Солардан да үлкен тәжірибе алып, психологиялық тұрғыда не істейді? психологиялық тұрғыдан болсын, қай жағынан болсаң да бала жаңа айқаламау керек, баланы демеу керек, поддержка, қолдау көрсету керек деп. Бұрынғы қалған нәрселерді кішкене жою керек. Бала айқаламаңдар, поддержка беріңдер деген сияқты ғой. Көбінесе сол жақтарын айтады. Бала даже жарыстан ұтылып қалса да жақсы көңіл күймен қайту керек деген сияқты. Сондай нәрселер үйретеді. Жаттығу жағынан да үйретеді, бүкіл жағынан, тәрбие жағынан. Психологтың көмегі деп қалды. Өткенде Дастан ағамыз да айтты, апта сайын психологпен сөйлесіп тұрсыздар да. Иә, Zoom арқылы психологпен. Сол психолог балалармен қалай жұмыс істеу керек екен, бала психологиясы туралы, бапкерлік психология барлығын түсіндіре ма? Барлығын түсіндіреді. Бізде жұма сайын сол қатемен жұмыс сол Zoom арқылы өткіземіз. Қатемен жұмыс. Осы бір жұманың ішінде кім қандай жарысқа барды, қалай болды, ешкім жарақат алған жоқ па, бүйткен жоқ па, сөйткен жоқ па, бәрі жақсы ма, соның бәрін сараптап, психологтармен сөйлесіп, жұма сайын сондай жұмыстанамыз. Медициналық тұрғыда қалай бұл балалар неден өтіп тұра ма? Дюшсада жүрген балалар не тапсырады ол? 0,27. 0,27-сі бар, басқасы. Бұларды солай тапсырады. Әрбір жыл ненің қыркүйек айында басталады жаттығу көбінесе. Сол кезде балалар жиналған кезде бәрін ауруханаға апарып, жүректен өтеді. Спортқа дайын деген сияқты несі анықтамасын алып, сондай. Оны кім Томске талап етеді? Ол міндетті түрде баланың денсаулығы, баланың безопасности ең бірінші орында тұр. Енді қандай жетістікке жетті деп айтады, ол жарыстардан орын алып келген бір бөлек, балалар енді белді командалардың көзіне түсіп жатса ол тіптен бөлек қой. Мен білеміз, Қайратқа барып, Қайрат академиясына қаралымнан өтіп келдіңдер, неше бала бар? Біздің Жәнібек ауданынан 6 бала барды. Қайрат футбол клубының академиясына қаралымға іріктеуіне. 10 күн жатып, сонда жаттығу біздің балаларға Қайрат футбол клубының академиясының жаттықтырушылары 2 күн жаттығу жасады. Қайдан көріп тұр оларды балалар? Біздер өзіміз ұсыныс тастап барып тұрдық. Осы бірінші рет осындай қолға алып. Бұл негізі Суперновостың жобасының мақсаты, ең бірінші мақсаты ол балаларға мүмкіндік беру. Ауыл жақта, жағдай жоқ жақта, ауылдар жақта балаларға емін-еркін футболмен айналысуға мүмкіндік жасау. Сосын қазір бізде екінші бағыт ашылып жатыр. Соның ішінен мықтыларын профессионалдық неге шығару, деңгейге шығарып көрейік деген сияқты осы биылдан бастап қолға алып жатырмыз. Соның арқасында Қайрат футбол клубымен бірлесіп сондай шешімге келдік. Соған бардық, сол себепті Қайрат футбол клубына өзіміз ұсыныс тастап. Қалай көрсетті балалар өздерін? Балалар жан-жақтан жиналғасын. Біздің Жәнібек ауданынан 6 бала бар. Ұлытаудан 2 бала келді. Шалқардан 4 бала келді. Қайдан келеді? Форт Шевченкодан 2 бала келді. Сөйтіп 16 бала жиналдық қой, жан-жақтан. Барлығы Суперновос балалар? Барлығы. 14 филиал бар дедім ғой, сол мықтылар жиналып келдік. Солармен жаттығу жасады. Қайрат футбол клубының жаттықтырушылары 2 күндік жаттығу жасады. Қалған өзіміз жасадық. Оқу жаттығу жиын сияқты өтті ғой. Қысқаша айтқанда. Балалардан сұрап көрейік, қалай өтті жаттығу? 10 күн Алматыда болдыңдар. Қайраттың басына елдегі ең үлкен, ең мықты базы ғой. Ұнады ма? Базылар қалай? Яғни айтқанда Қайраттың академиясының базы іші өте керемет. Яғни айтқанда ол жерде ішім пыспайды деуге де болады. Яғни балалардың денсаулығына бәрі бар. Яғни айтқанда тренажерный, яғни өзінің физикалық тұрғыда дайындалған кезде ішінде тренировочный зал бар. Яғни сосын асханада да балдарға тамақты андай витаминдері көп тамақтарды көбінесе береді. Яғни зиян тамақтарды мүлдем бермейді десем де болады.
яғни айтқанда Қайраттың тренерлерімен жаттығу өте жақсы өтті, маған ұнады. Әсіресе осы Қазақстандағы ең мықты академиялардың бірі осы Қайрат академиясы деп ойлаймын. Айқан, саған не ұнады? Может, тамағы ұнамай қалған ба? Жоқ, маған да бәрі ұнады. Біздің командадағы игроктардың бәрі ұнады деп ойлаймын. Маған өзіме де бәрі ұнады. Тамақтары да, жататын жерлері де бәрі керемет. Алаңдары қалай? Алаңдары қалай? Полялары? Алаңдары, онда поле түр-түрі бар, шын шөптері бар. Натуральный, екі искусственный, сосын бір манеж бар. Сіздер қайда істедіңдер? Натуральный да искусственный да жасадыңдар ма? Натуральный рұқсат берген жоқ. Себебі анда Қайрат жастар, бірінші лигада Қайрат жастар командасы ойнайды ғой. Сол себепті екі искусственный манежде үш алаңда берді. Қалай екен жаттығулар? Жақсы. Қайраттың жаттығулары қалай? Жаңа Каканың жаттығуын сұрадық қой, Қайраттың бапкерлерінің жаттығулары қалай екен? Олардікі де жақсы, олар бәрі ұнады бізге. Сол тренировкасын, тренерінің тренировкалары бөлек болды. Қайратқа шақырса барасың ба? Бұйырса барамын. Шақырса. Яғни Қайраттың тренерлерінің жаттығулары, яғни айтқанда өте керемет, және олар ойлануды талап етеді, яғни тез қимылдауды талап етеді. Мысалы, ойын кезінде доппен көп жүргенше басты айналдырып, яғни жан-жақтағы өзінің командадағы игроктарды іздеуді талап етеді. Сіздердің қолдарынан келді ма? Олардың талаптарына шығалдыңдар ма? Қолдарынан келді деп ойлаймын, яғни айтқанда олардың талаптарынан шықтық деп ойлаймын команда. Барынша өзімізді көрсете алдық. Не айтты бапкерлер Қайраттардың? Көңілден шықты ма? Сіздердің ғана емес, басқа 16 баланың ішінде де жақсылар болған болар? Біздер ыңғайсыз уақытта барып тұрмыз, ең бірінші себебі олар қазір Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысып жатыр. Соған тыңғылықты дайындық үстінде біздер олардың үстіне келіп тұрдық та, олар дұрыс қарай алған жоқ та біздің балаларымызды. Былай екі жаттығу өткізді, екі ойын өткіздік біздер Қайрат футбол клубына филиалына қарсы. Бірінші ойында ұтылып қалдық. Екінші ойында тоже ұтылып қалдық, бірақ 1-0 есебімен. Жалпы айтқанда 16 баланың ішінен осы Есімжан көзге түскен болатын. Сол ойындарын қарағанда, екі ойынды қарап, бұлар сразу көреді, өздері андай нелер бар. Әдейі кісілер болады, жаңа қарап тұратын барын. Бүкіл команда қарамайды, 2-3 баланы алып алады да сразу. Көзге түскен. Соны до конца қарап, жақсы жақтарын жазып алып, бұл видеоны алады, 10 жаттықтырушы жиналып, 7 күн, даже 7 рет, 6 рет жиналамыз дейді бір бала үшін. Мысалы, Есімжанды қарайтын болса, бір 6-7 осындай жиналыс жасайды. 6-7 рет 10 жаттықтырушы жиналады да. Бір баланы қарау үшін жылдам шешім қабылдамайды да, аламыз жақсы екен. Жаман жақтарын қарайды, сосын олардың нелерін қарайды, жататын жерлерін қалай шашылып жатыр ма, дисциплинасы, тәртібін қарайды, соған да қарайды, қалай киімдеріне алайды, қалай киім жүр, өзін қалай ұстайды деген сияқты, бүкіл жағына қарайды екен. Бұл сол Есімжан көзге түскен болатын. Енді алдында чемпионат Қазақстанның алдында Қайрат футбол клубы кетердің алдында сол бір күндік жаттығуына қатысқан болатын, шақыртып, жаттықтырушылар өздері шақыртып, бөлек жалғыз өзін шақыртып, сол бір күндік жаттығуына қатысқан болатын. Сол жаттығу біткеннен кейін жаттықтырушымен әңгіме соққанда, сол басы аяғы жұмыс істейді, ең бастысы. Жақсы бала екен. Бұйырса, қыста тағы шақыртамыз. Қазақстан чемпионаты біткеннен кейін бұйырса шақыртамыз, келе аласыңдар ма деп ұсыныс тастады. Біздер әрине бұйырса барамыз деп айттық. Сол қыста бұйырса шешілетін болады. Өте ме, өтпей ме ары қарай. Дайынсың ба Есімжан Қайрат Алматыға кетуге? Иә, дайын. 50 километр емес қой. Анда оқу барлығы сол жерде қамтылады. Оқу, жататын жері бүкіл сол бір жерде. Баз өте керемет жағдай бар. Қамыстан Жәнібек келген демалыс күндері қайда жатасың? Сол Аманжол ағайдың үйінде, ағайдың үйіне жатамын, яғни айтқанда. Мен мүлдем басында ең бірінші рет келіп жатқанда мен өзім де таңдап алдым. Балдардың үйінде жатам ба,
немесе Дастан ағайдың, Аманжол ағайдың. Сосын яғни өзім ағаймен көп жүрген соң, яғни көп жаттығу жасаған соң мен ағайдың үйін таңдадым. Қазірде осы Жәнібек ауданына жаттығуға келіп жатсам да ағайдың үйінде жатамын. Ой, балдар достарым бәрі бір командадасыңдар да. Иә, бір командада бәріміз хабарласып тұрамыз. Қазір бірақ кейбір команданың кейбір балалары ауылда жүр, яғни айтқанда. Кейбірі қалада қыдырып жүр. Демалыстасыздар қазір. Демалыста. Былайша айтқанда, сен Қайратқа шақырып жатса баруға дайынсың. Дайын. Жүруге дайынсыңдар ма? Әрине, бізге деген ауылда жүргенше солай бізге профессиональный игрок ойыншы керек. Оның бағын ұстамай жібереміз. Өзіне де жақсы, бізге де жақсы. Оны ертең біздің ауылда ұстап 11-ші сыныпты бітіріп, қалаға түсіп, спортзалға түсіп, 4 жылдан кейін кері ауылға келгеннен гөрі Қайрат футбол академиясына өтіп, ары қарай контрактқа өтсе, сол біздің басты мақсат. Өте қатты қуанышты боламыз. Былайша айтқанда Суперновостың енді Арсен Томский ғой басшысы. Сіздерді қаржыландырып отқанда сол кісі алдағы 5-7 жылдың ішінде 7 миллиардтай ма, 7 миллиондай ма қаржы құюға дайын, иә? Егер Суперновост командасы ашылған қала болсын, аудан орталығы болсын, 5 мың мен 50 мыңның арасында, 15 мыңның арасында халқы бар жерлерде ашылады ғой да? Егер сол жерде стадион я жаттығу жасайтын алаң болмаған жағдайда Арсен Томский өз қаражатына алаң салып беруге де дайын. Енді көріп отырмыз, Қайраттың өзі базасына барып жаттығу жасап, Қайраттың бапкерлерінің көзіне түсіп кетіп жатыр. Өле айтады ғой, ондай ауылдық жерде болашақ жоқ деген әңгімелерді де айтады. Сондықтан Суперновостың меніңше болашағы бар. Ондай жобалардың ашылғаны жақсы. Және осындай есім жандардай балдар, Аманжол өзіңіздей, Дастан ағамыздай бапкерлердің көбейгені дұрыс. Сондықтан енді істеріңізге сәттілік тілейміз. Балаларыңыз үміттеріңізді ақтай берсін. Осымен қысқа қайырамыз дедік. Суперновосты таныстырғым келген, бар екенін көрсеткім келген. Ауылдың балаларының өздері үлкен жетістікке, басқа бір қалалардың, үлкен қалалардың командаларының өзін жеңуге қауқарлары бар екенін, оған нақты көңіл бөлінген жағдайда ғана сондай жетістік болатындығын елдің көзін жеткізгім келді. Осымен келгендеріңізге рахмет. Алып қосарларыңыз болса. Жаңа алғыс айтып кеткім келіп тұр. Жаңа Суперновост Инраф жобасының басшылығына осындай үлкен мүмкіндік бізге беріп жатқандарына және балаларға қолдау білдіріп, жаман істерден аулақ жасап, спортқа шақырып, осындай үлкен мүмкіндік беріп жатқанына үлкен алғысымызды білдіреміз. Ата-аналар атынан, жаттықтырушылар атынан, балалардың атынан үлкен алғыс білдіреміз. Сізге де үлкен алғыс. Осындай бізді елеп, шалғайда жатсақ та, осындай еңбегімізді елеп, балалардың еңбегін елеп, шақырып жатқандарыңызға назарларыңызға көп рахмет. Аман жүріңіздер. Рахмет. Айтасыңдар ма? Айтып қойайын. Суперновост басшылығына рахмет. Яғни біріншіден бізге осындай үлкен мүмкіндік беріп жатқанына, және Қайрат басшылығына да көп рахмет. Екіншіден сізге рахмет. Бізді осындай подкастқа шақырып, біздің яғни сөзімізді елеп жатқаныңызға. Рахмет келгендеріңізге де. Осымен аяқтай берейік.